Рахмет саған, Қазақстан. Алматы облысында Наурыздың алғашқы күніне сәйкес келетін алғыс айту күніне орай кешенді медиа жоспар құрылды. Барысында аймақта атаулы датаны тойлау мақсатында 100-ден аса шаралар өткізіледі. Бұл туралы брифингте облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясы хатшысы Жандар Асан мәлімдеді. Айтуынша, биыл алғыс айту күнін атап өтуге арналған жобалар ұлттық бірлікті нығайтуға, патриотизмді күшейтуге арналмақ. Айта кетерлігі, қазіргі таңда Алматы облысында 100-ден көп этнос өкілі бар бір шаңырақ астында тату тәтті өмір сүріп жатыр. Олар өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына айрықша үлес қосып отырғанын да айта кеткен жөн дейді спикер. Рахмет саған, Қазақстан атты кешенді медиа жоспар даярланды. Ол кешенді медиа жоспар негізі 3 бағыттан тұрады. Біріншісі мәдени бұқаралық іс-шаралар, екінші ақпараттық насихаттық іс-шаралар, үшінші енді қоғамдық қауіпсіздікті сақтауға бағытталған іс-шаралар. 20 ақпаннан бастап алып, 1 наурызға дейін жалғасады. Іс-шаралар аясында түрлі бағыттағы жұмыстар қамтылған. Оның бірінші мектеп оқушылар арасындағы алғыс айту күнінің басты идеясы не атты жалпы облыстық эссе байқауы өткізіледі. Бұл осы өңірде тұңғыш рет өткізіліп отырған шараның басты мақсаты өскелең жас ұрпақты бірлікке, ұлттық патриотизмға, ұлттық құндылықтарымызды сақтауға насихаттау.